Сәлем достар! Рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Түлкінің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Түлкі бір әйелдің жалғыз қызы еді. Шешесі бір мейірімді жан еді. Ал қызы болса желөкпе болып шықты. Шамадан тыс саңқой болатын. Ұятты жиды, әдебін тыйды, ибасын қиды. Біреуден әдемі киім көрсе, ол көйлекті ұрлап киетін, немесе қызғаныштан жыртып тастайтын. Айлакер деген атын ұрлықшы деген заты жамады. Сылқым сері жігіттер де осы қызды жағалады. Қымсынуды білмеді. Шешесінің жан айқайын құлағына ілмеді. Әдемі киім көрсе арын сатты, шешесін абыройсыз етіп зар жылатты. Бір күні Құдай тағала шешесінің көз жасын көріп, қызынан наласын атты. Қызы сол сәтте Құдайдың құдіретімен бұлаңдаған түлкіге айналды. Түлкі жүнінің көрікті болатыны қыздың баяғы қылығынан екен. Қансонарда қарға аунап, жүнін жиі өзгертетін әдеті әліге дейін қалмапты. Ұрлық жасап, елдің ішін жалмапты. Қулық мінезі де сол қыздан жұққан екен. Ел шетінде жортып бара жатса, азанның даусын естіп тұра қалатын себебінде сыры бар. Бұрын шешесінің намаз оқитын сәтін көп көрген. Азанды естігенде сол есіне түсіп, шешесін сағынып, еріксіз тұрып қалады екен. Әрі қарай түлкі жайлы қызықты мәліметтер. Түлкілердің өмір сүру уақыты 6-8 жыл, ал жасанды табиғи қорықтарда 20-25 жыл тіршілік етуі мүмкін. Жаңа туылған кезіндегі салмағы 150 грамм. Түлкілер шыққан және қояндармен қоректенеді. Сондай-ақ оның мәзірінде жеміс-жидектер де бар. Ең басты жаулары қасқыр және бүркіт. Бірақ түлкілер айлакер болғандықтан оларды ұстап қалу қиынға соғады. Түлкінің құйрығы жүгіріс кезінде тепе-теңдікті сақтау үшін көмектеседі. Сонымен қатар құйрық пен бетін жауып, суықтан қорғанады. Бұл жануардың ең жақын туысы ит. Жүгіру жылдамдығы 50 км/сағатқа дейін жетеді. Ең үлкен түлкінің салмағы 1,2 кг болған. Түлкілердің ең кішкентай түрі феник деп аталады. Оның салмағы 1,5 кг. Археологиялық қазбаларға сүйенсек, олар 2 миллион жыл бұрын пайда болған. Түлкінің інінің тереңдігі шамамен 3 метр. Ұзын тырнақтарының арқасында мысық сияқты ағаштарға шыға алады. Арктикалық түлкілер қалың терісінің арқасында -70 градустың өзінде өмір сүре береді. Бұл сүтқоректілер 40-тан астам әртүрлі дыбыстар шығара алады. Түлкінің 10-нан астам түрі бар. Мадагаскарда ұша алатын түлкілер мекен етеді. Олар жарғанаттарға ұқсас және жеміс-жидектермен қоректенеді. Түлкілер қасқырлар сияқты үйір болып жүрмейді. Өзіне тезірек жұп тауып отбасы құруға тырысады. Олардың түні бойы тоқтаусыз жүгіруіне шыдамдылығы жетеді. Түлкі көптеген ертегілерде алдаудың көмегімен өз мақсаттарына жететін әйел ретінде бейнеленеді. Іздерін шатастыра білу қабілеті үшін түлкі ең қу жыртқыш аң атағына ие болды. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.